Қайнар білім беру және бос уақытты қамту кешеніне бұл жолы денсаулық сақтау, мәдениет, спорт, білім беру салаларының қызметкерлері шақырылды. Жиынды жүргізген қала әкімінің әлеуметтік мәселелер жөніндегі орынбасары Мариям Мәлікова келген қонақтарды таныстырғасын астаналықтар өз жұмыстарына кірісті. Майраш Сапарбекқызының айтуынша, елбасы биылғы жолдауында әлемнің дамыған 30 елдің қатарына ену жолдарын ұсынды. Оны орындау үшін 5 басымдыққа баса назар аударып отыр. Третья модернизация. Іске асуға тиісті үшінші жаңғырту ұлт жоспары 100 нақты қадам 2050 стратегияларында көрсетілген мақсаттарымызды орындауға жеткізетін, болашағымызға ұштастыратын көпір болып табылады. Бірінші басымдық экономиканың жеделдетілген технологиялық жаңғыртылуы. Елімізде 3D тренинг, онлайн сауда, мобильді банкинг, цифрлық қызмет көрсету секілді денсаулық сақтау, білім беру үстінде қолданылатын және басқа да перспективалы салалар жолға қойылады. Цифрлы Қазақстан бағдарламасы қолға алынуы тиіс. Мемлекет басшысы өзінің жолдауында экономиканың әр саласына қатысты тапсырмалар беріп, нақты орындалатын уақытына дейін айтып берді. Астаналық қонақтарымыз еңбек әлеуметтік қорғауға жауап беретіндіктен негізінен өздерінің салаларында атқарылатын жұмыстарын ортаға салды. Өйткені президент еңбек нарығын жаңғырту қажеттігінде көтерді. Соған сәйкес бұрынғы жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының орнына нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуды 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы қабылданған. Новая программа направлена на повлечение самозанятых. Жаңа бағдарлама өзін-өзі қамтып жүргендерді, жұмыссыздарды және кәсіби біліктілігі жоқ басқа адамдарды нәтижелі жұмысқа тартуға көзделген, және ол 3 бағыт бойынша жүзеге асады. Бірінші бағыт бағдарламаға қатысушыларды техникалық және кәсіптік біліммен және қысқа мерзімді кәсіптік оқумен қамтамасыз ету. Екінші бағыт жаппай кәсіпкерлікті дамыту, және үшінші бағыт халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және еңбек ресурстарының ұтқырлығы арқылы еңбек нарығын дамыту. Бұл бағдарламаға жалпы айтқанда жұмысы жоқ, мамандық жоқ, жұмысы болса да алатын жалақысы 60 мың теңгеге жетпейтін 15-45 жастағы азаматтар енеді. Ондайлар шамамен 550 мыңдай адам екен елімізде. Екінші бағыт бойынша несие беру көзделуде. Основной задачей станет обеспечение доступности к микрокредитам. Негізгі тапсырма өзін-өзі қамтып жүрген және жұмыссыз адамдардың шағын несиелерге қол жетімділігін арттыру. Бұл жерде кепілге қоятын мүлкі жоқ азаматтар да өзінің кәсібін ашуға несие ала алатын болады. Шағын несиелердің жылдық мөлшерлемесі 6% бен 7 жылға дейін беріледі. Берілетін несие мөлшері 16 миллион теңгеге дейін. Оның 1,5 миллион теңгесін кепіл затсыз алуға болады. Болашақ кәсіпкерлерді оқыту үшін бастау бизнес жобасы іске аспақшы. Сонымен билік өзінің халқына кәсіпкерлікті дамытуға жаңа мүмкіндіктер беріп отыр. Сондықтан сол мүмкіндіктерді екібастұздықтар да өз игілігіне тиімді қолданулары керек.